Бүгін Түркістан облысында 30 мыңнан аса оқушы мектеп бітірді. Оның 1445-і алтын белгіге үміткер. Үздік аттестат алуға 2217 оқушы өтінім білдірген. Елімізде 2 жыл қатарынан карантиндік шектеулерге байланысты соңғы қоңырау салтанаты болмаған еді. Бүгін барлық мектептерде кең көлемде ұйымдастырылды. Әр түлектің жүрегін тербеп, қимастық пен қуаныш ұялатқан мерекеге әріптесім Нұрлан Сұлтанбек қатысып қайтты. Әйгерім Нұрлыбек Жұмабек Тәшенов атындағы нөмірі 23-ші IT мектеп лицейінен алтын белгіге үміткер. ұбт сынамаларында ең жоғары балл жинап жүрген ол мемлекеттік грант жеңу аларына сенімді. Алайда мереке күнгі толқынысын жасыра алмады. Білікті мамандардың, тәжірибелі ұстаздардың арқасында осындай нәтижеге жетіп отқаныма қуаныштымын және оларға алғысым шексіз. Ал бүгінгі күнгі сезімге келетін болсақ, әрине қимастық, өйткені 11 жыл бойы оқыған мектебіміз, балалық шағымыз өткен жер, сондықтан қимастық сезімі басым, алайда бізді алда күтіп тұрған үлкен жолда бұдан да үлкен белестерді бағындыруға талпынысым жоғары. Дей тұрғанмен түлектерге еркінсуге әлі де ерте. Алда мемлекеттік емтихан мен ұлттық бірыңғай тестілеу күтіп тұр дейді облыстың бас ұстазы Дінислам Болатханұлы. Айтулы шараларға кеткен шығындардың орнына жас түлектер игі бастамамен айналысса деп кеңес береді. Біз ата-аналарға да, бітіруші оқушыларымызға да түсіндіріп айтып жатырмыз. Мектеп қабырғасында сабырлы және мектеппен қоштасу форматында өткізуді ұсынып отырмыз. Мынау кешке жақын үлкен ресторандарды жалдап тойға айналдырмай, салиқалы іс-шаралармен көзге түскендер әлде қайда абзал деп түсіндірме жұмыстар жүргізілді.